Сөз депутат Абден Қарақат Жақсылыққызына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Депутаттық сауалым Қарағанды облысының әкімі Ермағамбет Бөлікбаевқа бағытталады. Бүгінгі сауал жолдауымның себебі Қарағанды облысы Нұра ауданы тұрғындарының үнін жеткізу. Көлемі жағынан ең ірі аймақ Қарағанды облысының Нұра ауданы да 9 жолдың торабында орналасқан ірі ауданының бірі. Алайда, күре жолдың қиылысында болса да, облыс аудан орталықтарымен қатынайтын мүмкіндік жоқ. Бұған жол себеп емес, нашар болса да амалдап жүретін жол бар. Бұған себеп Жанар жағармай станциясының болмауы. Бұрын Баршын ауылының маңында жұмыс істеп тұрған автозаправка 200 шақырымға созылған Құлан-Өтпес Баршын Шұбаркөл тас жолының бойында қаңырап бос тұр. Баршыннан облыс орталығы Қарағандыға дейін 350 км жерде де бір бекет таппайсыз. 4-5 жыл Жанар жағармайдан қол үзген халық әбден шаршады. Аудан тұрғындары азық түлік алу үшін күнде орталыққа қатынау керек. Көгілдір отыны атымен жоқ ауылдар газ баллондарымен күнелтеді. Ал оған ай сайын қанша баллон тасып алу керек. Көліксіз шаруа бітпейді, шаруашылық қызметі тікелей осы жанар жағармайға байланысты. Әрине, жалға алып жанар жағармайды жеткізген азаматтар болды, бірақ оның бәрі шағын болып қалтаға соқты. Жанар жағармай бекетін қамтамасыз ету шағын мекемелер үшін тиімсіз. Сондықтан бензинді тасымалдап жеткізуді тек ірі компаниялар жүзеге асыра алады. Қазір бар бензиннің бағасы 2 есе өсіп кетті. Құрметті Ермағамбет Қабдуллаұлы, Нұра ауданы тұрғындарының өтінішіне аса назар аударып, аталған автозаправка бекетін қайта іске қосудың жалғыз жолы жанармай құю станцияларының кең желісі бар жанар жағармай тасымалдаушы ірі кәсіпорындармен келіссөз жүргізіп, өзіңізге сеніп тапсырылған өңір мәселесінің шешуіне қолдау көрсетуіңізді сұраймын. Құрметпен ауыл фракциясы депутаты Қарақат Абден. Рахмет.